Сәлем достар, бүгінгі видеода жалпы cryptocurrency деген не? Cryptocurrency деп айтамыз, немесе биткоинға байланысты. Жалпы биткоиннің неге мен биткоин туралы айтып жатырмын деген кезде, жалпы адамдардан көп сұрақ келеді. Жалпы биткоин менің өзім болғанда stock traderмін, акция, биржалық акция, Американың мысалы Facebook, Instagram, Facebook ішінде Facebook, Amazon, Apple, Facebook, Tesla сияқты компанияларға мен инвест жасау арқылы, трейд жасау арқылы ақша табамын. Ол енді басқа әңгіме, мен оны болғанда басқа видеоларға салып кеттім. Бұл жол болғанда енді cryptocurrency жаңағы биткоин туралы айта кетеміз. Неге де айта кетемін, мен енді адамдарда жалпы информация болса, білсе, айырмашылығын білсе деген жалпы cryptocurrency ең алдымен cryptocurrency айтардың алдында cryptocurrency болғанда бұл ешқандай банк немесе жаңа credit card системға ешқандай қатысы жоқ, ол өзі бір жеке дүние деген сөз да. Бірінші соны түсінуіміз керек. Бұл болғанда digital currency, жаңағы біздің енді компьютердің ішінде немесе телефонның ішіндегі ақша деген сөз да, қолыңа ұстай алмайсың. Ал stock trading, жаңағы bond деген нәрселер бар, future option деген нәрселер бар. Олар болғанда қолға ұстай алмайтын сияқты, бірақ та оның ар жағында қолға ұстауға болады. Сен қағазын алуыңа болады, барып. Немесе оның барлығы жаңағы фонд-конына Американың орталық банкісі, жаңа Federal Bank деп айтады, жаңа үкіметтің банкісі, осылардың ар жағынан контролмен жүрілетін нәрсе, мысалы жаңа SEC деген Security Exchange Commission деген мысалы не бар, өткен видеода айтып кеттім, жаңағы біздің инвесторлар, трейдерлардың ар жағын қорғайтын үкіметтік үлкен компания емес, агенттік бар, агенттік деп айтамыз, agency. Енді биткоин болғанда дәл ондай нәрсе жоқ, үкіметтің несіне бағынбайды, ол жалпы технология, диджиталмен, заманауи несімен түрде шығып келген деген. Банк нелерге өте қатысы жоқ, басқа дүние деген сөз. Жалпы қалай жүріледі дегенде, мынандай, мысалы басқа бір жерде бір компьютерлар бар деп ойлаңыз, мына жерде мысалы ар жағында көп процессорлар бар, ана жерде болғанда адамдардың сенетін нәрсесі болған кезде, бұл диджитал нәрсе болғаннан кейін баяғында негізінде болғанда енді былай секур болуға болады, бірақ та бұны ар жағында хак жасауға болады, диджитал нәрсе ар жағында дәл бүйтіп оны сақтап басқарып отырған адам жоқ болғандықтан. Сіз мысалы бір биткоинді мысалы payment ретінде бір нәрсені төлеу ретінде емес, біреуге ақша жібергенде биткоин арқылы жіберуіңізге болады деген сөз. Оны болғанда ар жағында компьютерлар бар деген сөз. Компьютерлар бар, соның ортасын нетіп отыратын. Мысалы мен досыма iPack-ке мысалы ақша жіберетін болсам, ол қайда дегенде ақша осы компьютерларға барып сол жерден жүрілу арқылы, сосын ол ары қарай жаңағы iPack-ке ақша болып барады деген сөз, биткоин болып барады деген сөз. Ол оны ақша қылдырып жасауға, ары қарай жасауына болады деген сөз. Жалпы болғанда digital currency деген нәрсе осыдан пайда болады. Енді соның ортасын жаңағы жасап отырған, жаңағы біздің енді payment-тің ортасында бір не кетіп отыр ғой. Енді iPack-иміздің ортасының несін жасап отырған да диджиталды. Соны біз mining деп айтады, mining деген қазба тұрай, жаңағы қазба байлықты қазамыз ғой. Сол сияқты нәрсе да, олар болғанда қайда дегенде үлкен компьютерларды қойып қояды да, жаңағы 24 сағат тоқтатпай жүргізу арқылы, жаңа оны болғанда біз білеміз, блокчейн деген жаңа заманауи технология деген сөз, 24 сағат жүріп отыратын заманауи технология арқылы осы барлық не жүріледі деген сөз. Сосын ол адамдар көп компьютер қойып, соны біздің жүргізіп жатқан нәрсемізді, процессімізді жүргізіп берген үшін олар ақысына жаңа коин алады деген сөз. Коиннің ішінде биткоин болуға болады, лайткоин болуға болады. Енді көптеген тағы да басқа аттар бар, мысалы оның көптеген нелер бар. Олар болғанда соғысымен биткоин бұл енді биткоинді ақша қылып олар алады деген сөз. Оны біз майнинг деп отырмыз деген сөз. Жалпы болғанда неге өсіп түседі деген кезде, біреу алады, біреу сатады, жаңағындай көп нәрселер болады. Мысалы қазіргі заманда мысалы стокпенен немесе басқа нелермен мысалы жалпы биткоин мысалы қазір енді кішкене шығып енді адамдарда бүйтіп соған инвестиция жасап, жаңағы криптокурренцияға, биткоинға инвестиция жасап бастап отыр. Бірақ та сток сияқты емес, бұлда ешқандай не жоқ та, қолға ұстап алар нәрсе жоқ, ешқандай ар жағында не жоқ, оның қозғалысы өте жоғары. Мысалы қазір мына неде қарап отырғандағыдай, мысалы стоктың дегенде биткоиннің қозғалысы мысалы өте мынандай ешқандай мынандай банкалар нелердің қатысы жоқ. Олардың жаңағы ешқандай байланысы жоқ. Өзі жайында бір дүние да, ол жерде сен егер ақшаңды жоғалтып алатын болсаң, оны ар жағынан біреу саған ақшаңды ешкім саған жасап бере алмайды деген сөз.
Ал енді сен мысалы инвестиция жасайтын болсаң, мысалы сен қандай бір компанияның несі сияқты мысалы биткоин криптокарренсидің да өзінің фанд немесе фьючер деген нәрселер болады. Онда сен алып сатуыңа болады, бірақ та сен бұның рискісін сен ойлауың керек. Стоктың сыртында бізде фанд деген нәрсе бар, фьючер деген нәрсе бар, опшн деген нәрсе бар. Сток трейдинг жаңа акция деген ол тек қана бір бөлігі. Ал мен осы туралы видеолар маған сал десеңіздер мен қосып келесі видеоларды салуға тырысамын. Жалпы болған кезде биткоин негізгі несі болғанда осындай. Егер қандай бір сұрақтарыңыз болса, комментқа жазып кетіңіздер. Сосын біз барлық информацияларды салып қойдық. Егер көптеген видеолар тыңдағыларыңыз келсе, болашақта неттеріңіз келсе, сабскрипт саламыз, лайк басамыз, біздің социал медиаларға жазыламыз. Жалпы биткоин деген нәрсе менің өзімнің ойым, жалпы несі осындай, ал мен өзімнің ойым болғанда енді жалпы рискісі өте жоғары нәрсеге жатады. Ал енді сіз оған енді жасайсыз ба, жасамайсыз ба, ол енді сіздің өзіңіздің шешетін неңіз деген нәрсе. Сондықтан егер қандай бір сұрақтарыңыз болып жатса, сұраңыз, біздің команда бар, сіздерге көмектесуге дайынбыз. Біздің командаға әрқашан қосылуыңызға болады. Және де келесі видеода кездескенше guys.